Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын капкейкелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Капкейкеміздің тестасына ұн, ерітілген сары май, айран, жұмыртқа, қант, қопсытқыш және ас содасы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін айранымызға қопсытқышымыз бен содамызды салып, араластырып, осы жұмыртқамызға құятын боламыз. Енді ерітілген сары майымызды үстіне құйып, бір миксерлеп аламыз. Кейін үстіне ұнымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Капкейкеміздің қамыры дайын болды. Енді осы қамырымызды арнайы кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Шетін қиып, қазір формамызға құятын боламыз. Қамырымызды осындай арнайы формаға құятын боламыз. Бұл форма кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Сізде силиконовый форма болса, соны қолдана берсеңіз болады. Дәл осылай қамырымызды формамыздың ортасына жеткенше құйып шығамыз. Енді дәл осы күйінде қызып тұрған пеште 150-180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің капкейкелеріміз дайын болды. Дайын болғанын білу үшін осындай арнайы кондитерлік шпажканың көмегімен білетін боламыз. Егер шпажкамызға ешқандай қамыр жабыспаса, онда дайын болды деген сөз. Енді суығанын күтетін боламыз. Міне біздің капкейкелеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай творожный сыр керек. Мен кремете қолдандым. Және қант немесе қант ұнтағы. Клейге 33%-дан жоғары болу керек. Мен осындай клейге қолдандым. Сіз кез келген клейді қолдана берсеңіз болады. Және осындай сары түсті тағамға арналған краситель қажет болады. Ең алдымен творожный сырымыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Капкейкеміздің толық рецептісі осы видеоның астында описаниеде толық жазылған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Кейін үстіне клейгейімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Креміміз өз формасын ұстап тұру үшін біздің творожный сырымызды клейгейімізде міндетті түрде салқын болу керек. Сол үшін 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып алыңыздар. Міне креміміз дайын болды. Енді осының үстіне сары бояуымызды 5-6 тамшыдан құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды. Енді осы кремімізді арнайы кондитерлік мешокқа салатын боламыз. Және біздің әдемі креміміз шығу үшін осындай насадка қолданамыз. Насадканың номері 63, яғни ашық жұлдыз деген насадка. Дайын кремімізді кондитерлік мешогымызға салып алып, суыған кекстеріміздің үстіне әдемілеп видеода көрсетілгендей жағып шығамыз. Енді осы капкейкелерімізді сәндейтін боламыз. Ол үшін мен осындай апельсинді қолдандым. Сіздер кез келген жемістер мен тәттілерді қолдансаңыз болады. Достар, міне біздің капкейкеміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, каналыма тіркеп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.